Баршаңызға сәлем. Бүгін керемет бауырсақтың рецептісімен мен бөлісетін боламын. Бұл бауырсақ жасағанда бауырсақтарыңыз өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін бір су, бір жұмыртқа, бөлме температурасындағы және осындай дрожь пен песокты бір тәрелкеге салып қосып жібереміз. Әбден араластырып, бөлме температурасындағы майды қосамыз. Оны да әбден араластырып болған соң ғана біз үстіне уксус қосатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар өте керемет шығады. Міне уксус қостық. Енді соны араластырып, барлығын болғаннан кейін оның бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут ашқаннан кейін болғаннан кейін енді ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын салып, осылай біркелкі қылып араластырып, осылай біркелкі қылып қолымызбен араластырып, оны 30 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің тестіміз көтерілді. Жақсы жұмсақ болып керемет көтерілді. Енді оның барлығын араластырып, осылай қылып илейміз. Қазір кішкене осылай ретін келтіріп алып, формасын өзін илейміз. Міне қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа да болмау керек, онша орташа болса жетеді. Міне осылайынан кесіп аламыз барлығын. Арнайы формаңыз осындай болса, тіпті керемет болады. Осылай барлығын кесіп шығамыз, артықтарын алып тастаймыз. Енді пісіре берсек болады. Міне бауырсақтар өте көтеріліп керемет болып шықты. Сіздерге ас болсын каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып кетіңіз.